Жахан досым екеуміз ақша жоқ деп қараңдаршы. Қанша шешіп отырсыңдар арной. Ең бар бәрім Ақша сұрасаң ақша жоқ дейді да, бірақ постоянно банкоматтың жанында жүреді. бар, үйлену үшін ақша керек, конечно. Дұрыс, молодец. Яп тұрып отырсың, камераң түспейтін болып тұр. Тиктокта да, Инстаграмда да камера болып тұр. Жуатыр. Күшті. Чё? Машина. Бересің бе ақша? Жоқ ақша. Шотым досым. Саған шотым. 20 мың €. Кетші. Ал 100 мың теңге шешіп отырсың ғой. Тойға ақша керек қой, түнгі білесің. Қақтан шығарып отырсың бұның бәрін? Айтпаймын білесің. Телефон арқылы досым. Үйретсек кішкене, хотя бізде шығарайық. Ал 100 мың шығармасақ та, 100 мың теңге хотя бы. Постоянно осы минаны ойнаймын да ше. Бастаймын. Мына осы клеткалардың ішінде мина болады. Бірақ сен соған түс қалмау керексің да. Мысалға. Міне 1 2 3 обналичка жасап алуға болады. Алтын 150 теңге. Жоқ, өзің білесің, сумма, минимальный сумма, өзі 100 теңге бар, 200 теңге бар, 1000 теңге бар. Аны құнығып кіріп кетіп, мен ойбай деп көп көтеру керек, мен 5-6 белгілеудің қажеті жоқ. И барасында сразу картамен шешіп аласың ғой, мен сияқты. Достар, жаңағы ойынды қызығушылығы артып сұрап жатқан жандарға осында төменде сілтеме қалдырамын. Осы сілтеме арқылы кіріп, жаңағы мина ойынын тауып, поисктен жазып ойнасаңыздар болады. 3000 теңгеден бастап ойнаңыздар, артық салып, құнығып, не істемеңіздер, көтерген соң бірден шешіп алсаңыздар болады. Ал егер түсінбей жатсаңыздар, енді қалай регистрация жасаймын, қалай оны ойынды үйренемін дейтін жандарға, осында тағы да өзім телеграм каналым бар ғой, арнайы өткенде қалдырған. Сол каналдан сұрасаңыздар болады. Барлығыңызға сәттілік, мен сонда боламын. Болсын, кештеріңіз сәтті өтсін, және мен сіздерге кеше ұсынысым бар, айтатын жаңалығым бар деп едім. Соны ойланып толғанып айтам деп шештім, ағайын бауыр. Менде аудиториямда 93% әйелдер қауымы. Сонымен қатар біздің дайректке көптеп SMS келіп жатады. Мен қиналып жүредім, менде жұмыссыз, көп балалы отбасынан продуктаға ақша керек, анаған ақша керек деп күнімізді біреуге қаратып, ятта болса енді біреуден ақша сұрап жататын адамдар бар. Дәл осы тұрғыда мен өзімді ғана ойламай, сіздердің араларыңыздан бір жоқ дегенде, кем дегенде 10, 20, 30 адамға көмектесе алсам, қолымнан келгенше көмектесем деген ниетім бар, ағайын бауыр. Ол қандай көмектесу десеңіздер, кеше мен Жанар деген әйел кісімен жолығып, сөйлесіп, дәл осы тұрғыда ақылдасқан болатынбыз. Яғни айтқанда, мен сіздерге жұмыс ұсынамын. Үйде отырып, ешқандай ақша салмай, нөлден бастап көтерілуге дейінгі мүмкіндіктерді біз сіздерге сыйласақ деп отырмыз. Бұған тек қана нақты жұмыс жасаймын, ниетім бар, күнімді біреуге қаратпай, өзім алдыға қарай қадам жасаймын. Үйде отырып та, декреттегі адамдар да, бала шағалы адамдар да тек қана телефон арқылы, сауда жасау арқылы ақша табуды мен сіздерге ұсынғым келіп отыр.